Жалын сәлем, Алматы қаласынан Қазақ таксидің атынан. Жеткізу тарифында жұмыс істейміз. Курьерді өшіріп тастаймыз. Қалай курьерді өшіреміз десеңіздер, бейнероликті аяғына дейін көріңіздер, айта кететін боламыз. 8 сағат жұмыс жасаймыз. Неше шақырым жүреміз, қандай табыс табамыз. Алматы Астана бәйгесі жеткізу тарифы бойынша тәжірибе десе де болады, эксперимент. Бағаларын көреміз. Алматы қалай, пропкасы қалай, Астана қалай, пропкасы қалай, неше тапсырыс үлгереміз, орындағанға табысымыз қандай болады екен. Менде пробка 1 деп көрсетіп тұр приложениеде. Приоритет бойынша менде приоритет 15. Менде мына жерде машина, көлік брендированный, термокороб, рейтинг және экспертность. 13 приоритет. Термокороб плюс 4, медкнижка плюс 2, серебро плюс 1, рейтинг 4.95 плюс 3 и эксперт плюс 3. Сомен 13. Менде брендинг жоқ және платина жоқ болып тұр. Линияны? Кеттік, линияны басайық. Кімге бірінші түсетін көрейік. Чисто безнал болсамыз, өйткені наличкеде кейде жаңа проблемный заказдардың көбісі наличкеде болады ғой. Менде безнал тұр. Менде 5000-ға дейін лимит тұр, қазір безналмен іздеп жатыр заказ. Спокойно курьерді өшіруге болады. Қалай екен, аяғына дейін бейнероликті көріңіздер, аяқ жағында айтатын боламын. Так, радар КФ-імді қосайын, айтайын қанша бізде осы жерде жанып тұрған. Радар КФ-да 2 тариф қосып қойған мен өзіме, экономия доставка. Менде дұрыс істемей тұр радар КФ. Авторизация керек қой, номермен или почтамен авторизация жасап алсаң. Деп тұр екен, доставкаға 810, курьерға 230 дейді. Эконом 370 теңге дейді. Менде курьерді өшіріп тастадым, менде доставка 1780 жанып тұр. Ничего себе. КФ-пен алып кетейік бүгін. Батылды алып кетейік. Лайктарыңызды басыңыздар. Аябай лайктарыңызды басыңыздар деп тиктоктағыдай. Подарка беріңіздер, розочку деп. Тиктоктағыдай ма? Тапайым деп отырады ғой қыздар. Бұндай ұзақ күтпеуші едім мен, по идее. Ешті қырсық қылады енді, видео түсірейін десең. Менгі 550 мен түсіп жатыр. 4 адрес. Мультизаказ деп едім, мультизаказ. Все, кеттік онда, да, ке? Ал, жарайды. Жақсы, жол болсын. Аға, рахмет. Аға, давай, сәттілік. Уақытты нөлге қоя салайық, на всякий случай. 11-де бастадық деп есептейміз, ал далада 26 градус. Мен поездка А-ны нөлге қоямын. Енді поездка Б 300-де тұра берсін, жарайды. Болды. Өзім қарамайым, градусқа қарап отырам. Сонымен міне уже 910 теңге болып қалды. Күтеміз енді, кішкене алдыға қарай жылжиық, тапсырысымызды қабылдайық доставка бойынша. Достар, заказ түспей жатыр. Мен енді эконом доставкамен жұмыс істеймін да, алмастырам. Сол бір небольшой способ бар, сіздерге айтайын. Енді бір заказымды экономмен алайын. Если керек болса, ол тапсырыстың бағасын кейін алып тастайтын боламыз, салыстырған кезде. Енді текке тұра бермей, мен қалай істеймін? Қазір экономмен заказ қабылдап аламын да, экономды өшіріп тастаймын. Сосын линиядан шықпаймын. Міндетті түрде тапсырысты аяқтаған кезде заказ, доставка бойынша заказ түседі. Ары қарай сөйтіп жалғастырып кететін боламын. Сағат уже 11-ден 28 кетті, менде әлі тапсырыс жоқ. Тарифымға кірем. Тарифы. Эконом 280 жанып тұр, міне, радар КФ бойынша. Экономды қостым. Қазір резко эконом бойынша маған заказ түсе қалады. Қабылдайық. Далада ыстық, әлі 26 градус көрсетіп тұр. Міне экономмен плюс 400 түсіп жатыр, достар. Түркістан 34 дейді. Өз үйім жағынан. Қабылдадым. Так, енді біз не істейміз? Артқы салонды. Мұнда мусор бәрін алып тастайын. Бүгін эконом тасымайын деген, сондықтан да бутылкаларды былай салайық. Глован сумкасы на всякий случай алғам ғой. Пицца мынау түссе. Пеше курьер болып жұмыс істеген кезде, велосипедпен жұмыс істеген кезде, мына Глова сумкасымен жұмыс жасаймын. Өте ыңғайлы курьерларға. Так, мынандай бір мусор бар жатыр. Все вроде более-менее арты таза. Кеттік экономмен тапсырысымызды орындауға болады. Опа. Баратын жерді көрмей. Активность еткені менде
Все. Кеттік. Гол дейсің ғой, гол. Кобальт. Кобальт. Ойбай-ай, жолдарына марафон қатысқан жігіттер тұр ғой. Жоқ па ешкім? Жоқ. Эконом! Кеттік, Астанаға балет етеміз. Лайктарыңызды аямаңыздар, достар. Кім арнаға тіркелмеген болса, тіркеліп қойыңыздар. Такси, доставка жайлы көп әңгіме қозғаймыз осы арнада. Доставка түс қалды 580-ге. Енді мерей ренжімейтін шығар экономмен бірінші тасымызды экономмен алдық. Мұт кеттім ғой, достар. Қазір эконом тарифымызды өшірейік. Эконом тарифымызды өшіру керек. Оппа, ременді кимеппін ғой. Так, міне тарифыға кіреміз. Так, тарифы. Экономды өшірдім, достар. Экономды өшірдім, желден шықпаймын. А негізі экономда жұмыс істеген кезде, таксида жұмыс істеген кезде мен міндетті түрде тапсырыс қабылдаған соң желден шығамын. Даже доставкада да желден шығып жүрмін. Чтобы үстіне мультик заказ бермеу үшін чисто одиночный заказдарды орындаймын. Қазір көреміз, енді мына тапсырысты аяқтаған кезде доставкадан жақсы коэффициентпен тапсырыс түсу керек. Достар, келдік, заказ түспеді, цепочкамен заказ түспеді. Бұрында түсетін всегда 1200 жан тұр, 1440 теңге осы тапсырысқа таксимен қой. Күтейік доставкамызды, ят болады қазір. Экономмен жасап жерік деп. Содан қазір бір жерден көлеңке тауып алайық. Заказ түсетін шығар, енді заказ түсу керек. Барып бір жерге көлеңкеге тұрайық та күтейік тапсырысымызды. Күн деген ысып барады, 31 градус көлеңкеде және 26 көрсеткен. Қазір бір жерден көлеңкеге бару керек, көлеңкеге. Нереально, нереально. Көлеңкесі болмайды екен. Көлеңкеде таба алмай қалдық қой, ё-моё. Таптым, не ана двордан тап. Шығыс ЖК шығыстың дворына кеп тоқтайық көлеңкеге. Ыстығын-ай. Достар, заказ түсті. Түсті заказ. Блин, зеленкамен түсті. Ёлки-палки. Короче, ойлан қалды, пропуска етеме ұқпайды. Неге зеленкамен түсіп жатыр? Коэффициенті жанып тұр, коэффициент мың бәленбай жанып тұрған. И скриншот бәрін жасап, ештеңке үлгерген жоқпын да. И бұна екеуін қараңыздар, қыстырып қойды. Базар жоқ екен. И, короче, зеленкамен түсті да үлгірмедім. Не скриншот жасағанға, не... Блин. Қыстырып қоятында жаман не осы дворға. Скриншот үлгірмедім жасағанға. Зеленкамен рестораннан Ильяс Омарова 2-ден түсіп отыр. Қабылдай салдым, енді активность 93. Қуатайын деп, -4 активностьпен түсіп отыр. Қуатайын десем, бір балл жетпей жатыр да, вообще автоприемка қосылып кетеді. Блин. Жарайды, осы заказды орындайық. Енді гарантияға сенеміз, енді гарантиясы болса болды. 2000 теңге ма, 2200 теңге ма, 2,5 теңге ма, көре жатармыз қазір қандай болады гарантия, бағасы да қандай болады. Ильяс Омарова 2 не екен ғой, достар? Акадзаки. Көлеңке іздеп, көлеңкеге қояйын деп отыр машинамды. Ар жақтағы Акадзакин алдында не екен? Мұнда көлеңкеге қалай қоямыз енді? На месте басайық. Былай қойдым көлігімді.
мына жақтан сиіп тұр ғой, машина сиіп тұр, спокойно, смело сиіп тұр ғой. Мына бүйте саламыз. Вот зато көлеңкеде тұрады салқындап машина. Мотокурьер бар тұр. Мә, қадайды ғой, заказ көп күтеміз. Или тез дайындап берем екен. Саламатсыз. Жетпіс екі, елу сегіз. Корет бар. Код передачи заказа успешно введен. Ваш заказ? Алтыда 6 километр жүрміз, 12 минут. Сумканы ашып бересіз ба? Рахмет. Келдім достар, опоздание 3,5 минут дейді. Так, 4-ші подъезд. О, қандай керемет, орында бар нарада. Яғни біздің 4-ші подъездіміз әне тұр. Керемет, шик и блеск апарып берейік. Нарушение качества обслуживания, все разговоры записываются. Абонент сбросил звонок. Сбросил звонок дейді. Қадағандар жаман. Достар, есікті де ашпайды, не телефонды да көтермейді. Поддержкаға жаздым, поддержкаға не деп жаздым, не берет трубку и не открывает дверь дедім. Здравствуйте, ваше обращение уже взяли в работу, вернемся с ответом как можно скорее дейді. Енді давайте быстрее. Отмена бере салыңдаршы, қарным аш кетті. Тегін тамақ ішіп аламыз. Отмена берсе тамақ утилизировать ету керек. Енді қазір шыға келмесе соңында, ойбай, тамағым қайда деп. Адамдарды қиынғызып, оларға ақша қайтару оңбайды. Олардың ақша шешіп алды ғой сатып алған үшін. Яндекс осылай отмена берсе, Яндекс өзі клиентке ақшасы қайтару оңбайды. Өздері виноват, типа есікті ашқан жоқ деген сияқты. Саморезбен отырғызып тастау керек еді, тігдік. Есіктің чиқылдап отыр. Че там? Не дейді бізге поддержка? Пока он дымей отыр. Мерейде голосовой сообщение жіберіп отыр. Қас көрейік. Мына жігіт қой, кеп алды. Подтвердить вручение. Кешіріңіз, анау-мынау деді. Понятиясы бар екен жігіт. 1450 теңге. Өзге Яндекс төлеп бердім екен, қарайық. 2000 теңге вроде жана. Так, заказы. Пока көрінбей тұр, обновление болған жоқ. Кішкене тормозтайды екен. Не пайда болды? Бағасы жоқ, ештеңке төлеп берген жоқ. Яндекс бізге ештеңке төлеп берген жоқ бұл заказға. Адил да звондап отыр. Адил айтқан ғой 2000 теңге деп. Адил, мне төлеген жоқ маған ештеңке. Сен айтып едің ғой 2000 теңге деп. 1450 теңге болып қалды. Дауыс өшіп тұрған наушниктер мұнда. Енді, ау! Прочитай, жазып тұр ғой. Бонус деп береді. Бонус, зайди, бонусы. Бонусқа кірдім. Так, бонусы по городу. 12-ден бастап сағат 3-ке дейін 2,5 мың. Чаттанды жазып отыр. Уточните, пожалуйста, вы передали посылку получателю? Да. Да, вертяк болды жана, қысақ телефон алмады, поддержкаға жаздым. Короче, 3-тен 2200 екен сағат 8-ге дейін.
линияға шығайық. Линияға шықтым. Ты че, шықтың ба линияға? Да. Все, алдым. Уна. Рухихана 24. Поеду Аманжолова 24 плюс 600. Все, везу. Доставка 670. 580 жанып жатыр осы жерде. Корпоративный заказ. Доставка же весь город же, правильно же доставка? Мен экономды қосам ғой деймін. Кішкене тиын тебен керек, ақша табу керек деген сияқты. Бірақ экономдарды алып тастаймыз достар бағасын. Енді цепочкамен түсетін шығар. Ренжімесін енді Мерей. Так, экономды қостық. Артта вроде бәрі таза. Эконом қостым Адил. Давай. 35 заказ, 35 мың бонусқа персональный цель. Ертең соңғы күн, бүгінді орындайтын шығармын. 250 коэффициент. Қабанбай Батыры 58Б. На твой район еду. Кеттік. Давай, подписчиктарға сәлем айт, тіркеліңдер деп айтып қой. Давай, Тіркеліңдер де. подписывай. Забываем подписываться. Сағат 12-ден 45 кетті достар әлі. Уақыт бар әлі табамыз, доставка істейміз әлі. Енді осындай кезде керемізді, міне, бір әдіс, осындай бір бейнеролик анжо түсіргім, до конца түсірген жоқпын. Сол үшін бөлек күн тағы да шығамды. Так, тарифқа кіреміз, тарифы, экономды өшіреміз. Болды, енді цепочкамен, енді түсетін шығар доставка цепочкамен нормальный заказ. Мамыр екі қызды алып келдім достар, сағат 12-ден 57 кетті, 5 минут жол жүрдік, әне қыздар кетіп бара жатыр. Тапсырысымызды аяқтайым, бағасы 810 теңге. Заказ түскен жоқ доставкамен. Видео жазған кезде достар солай заказдар түспей қалады. Өздеріңіз көргендей анжылмен 40 мың теңге жасадым, 40 мың, 21 мың, 23 мың теңге, 33 мың теңге осындай тактикамен. Күтейік заказ. Енді шыдайық, 1020 теңге жанып жатыр қала доставка бойынша. Тарифін тексере салайыншы. Тариф. Все. Курьер өшіп тұр, тек қана мне доставка жанып тұр. Зеленкамен түсіп жатыр, зеленкамен пропустить. 91 балл активность достар. Заколебал, нормально доставка жанып жатыр ғой, 1050 коэффициентпен. Нормальный заказ берсеш, Яндекс. Түрін Яндекстің. Қанышты ғой бүгін. Так что осылай достар мне. Доставкада қырып жойып таппайсыңдар тоже. Таксида құсап. Таксида да солай. Қырып жойып таппаймыз ақшаны. Яндекс білгенін істеп жатыр. Біресе береді, біресе бермейді деген сияқты. Міне достар, 1550 коэффициентпен. Буквально 1 минуттан кейін сразу берді. Бақырып тастап едім Яндексқа, деп. Берді ғой, 1550 коэффициент достар, кеттік. Басталды жұмысымыз, енді нормально болады. Мынандай кілт беріп жерді. Қандай баға екен көрейік, получить посылку. Қалай жүреді екенбіз көреміз. Сосын аяқтаған кезде көрсететін боламын. Жүреміз 11 километр 24 минут. Коэффициенттер жанған жерге. Қандай адресқа барады екенбіз. Абая бірге барамыз достар, Абая бірге. Доставканың бір рақаты өзімен терезелерін ашып тастап, музыканы бақып қойып, темекі шегетін болсаңыздар, темекіңізді машинада шеге беріп, машинаны мойкаға апармайсыздар, машинаны мойкаға жумайсыздар. Доставкада жұмыс істесеңіздер, оған ешкім оценка бермейді машинаңызға. Өздеріңіз білесіздер. Жол жөнекей заправкаға кірем десеңіздер кіріп аласыздар. Туалетке қысылсаңыздар, жол жөнекей туалетке қысыласыздар. Қасыңызға адам алып алсаңыздар да болады. Братишкаларыңызды, біреулеріңізді алып қоясыздар да, жүгіртіп қоясыздар. Доставкада. Сонысы жақсы доставканы. И көреміз, бензин расходы 2 есе аз таксидан қарағанда. Машинаның амортизациясы дейді орысша, ол да аз.
көріп жатармыз, аяқ жағында барлық қорытынды жасап кетеміз достар. Мерей екеуміз жақсы бір қорытынды жасап кетеміз. 13:32 тапсырысымызды аяқтаймыз. Бағасы 3180 теңге. Әдемі ма? Әдемі. Так, енді желіге шығамыз. Тарифімізді тексерейік. Курьер қосылып кеткен жоқ па екен? Тексеріп отыру керек. Байқап отыру керек. Тариф курьер қосылмады, міне доставка ғана тұр. Сіздерге көрінді ма, көрінген жоқ па? Былай істесек те. Маған көрінбей тұр. Камераның дисплейінен. Линияға шықтық. Енді нормальный заказ күтейік. Коэффициент 630 жанып тұр. Жаңа жолда кеткен кезде Кенесары Сарыарқа 2150 жанып тұрды ғой коэффициент. Масқара жанып тұрды ғой коэффициент. Адиль до сих пор на связи. Адиль вышел на линию, я жду заказ. Заказ түсіп жатыр, заказ. 1100 коэффициент доставка. Желтоқсана 22/2, 3 километр 9 минут барамыз. Керемет па? Керемет! Дейсің ғой, доставка Яндекс. Машинамызды оталдырамыз и желіден шығып қоямыз. Коэффициент 2000 қазіршіна сүртіп алайыншы. Коэффициент 2170 теңге жанып жатыр мына жерде. Победа Жангелдина қиылысында, перекрестігінде 2170, эконом 520 теңге жанып отыр. Радар КФ деген бағдарламаңыз жоқ болса, приложенияларыңыз роликті аяғына дейін көріңіздер. Роликтің аяғында айтам, қай жерден тегін достар, тегін бұны жүктеп алуға болады. Саламатсыз ба? Доставка кеп тұрмын, двордамын. Да, первый подъезд, к нему подъезд сейчас. А вот подъехал я, 065 номер. Ага, все, хорошо. Міне достар, қарадыңыздар, от двери до двери деген жоқ. Так что попамызды креслодан көтермейміз. Өздері әкеп береді. Мен терезем ашық, қазір былай алам. Или мына жақтан келсе бүйтіп алам, болды. Машинама саламда ары қарай жүре берем. От двери до двери плюс 400 теңге. Айырмашылық сұраған, курьер мен доставка айырмашылығы қандай? Аяқ жағында толығырақ, видеоның аяқ жағында толығырақ айтып берем. Курьер мен доставканың қандай айырмашылығы бар екен. Негізі курьерде от двери до двери встроенная функция дейді ғой, ол міндетті түрде. Ал доставкада оны клиент өзі қоса ма, қоспай ма, сондай. Ага. Не прольется там? Ну, багажник или сюда, Да нет, он заматанный, Ага. ну просто мало ли. Все, да? Там еще, нет, там еще. Еще. Беш бармақ. Баратын жеріміз коттеджный городок, VIP городок 45 дейді. Саламатсыз ба? Вы еще какой-то адрес? Пожалуйста, вот Да. это отнесите. Ага. Нараға қоя салыңыз, я. Ага. С той стороны поставь ваш салон. Так, все, да? Ар жақтан күтіп алады ғой, я? Ау. Ар жақтан күтіп алады ғой. Красавец. Ага. Ага. VIP городок дейді. VIP городок. Сосын наверное, телефонға звондайсыз. Ага. Шығады анда жігіттер, жарай ма? Жарайды. Ага, Все жақсы, хорошо. болыңыз болсын. Аха, сау болыңыз. Дана, когда едете, покажете? Скажешь? 7 километр 21 минут көрсетіп отыр достар. Кеттік, қандай баға шығады екен. Абонент сбросил звонок дейді. Далада күтіп тұрған шығар енді. Жақындап қалдық міне. Опа. VIP городок. Беш бармақ төгіл кетпесе болды, ана коробкадағы беш бармақ. Так, келдім. Неғып шықты, далада ешкім жоқ, а? Артын қойып, воротаға қарай. На месте. Көтімізді көтермейміз, достар. А двери до двери жоқ еткені. Қайтадан звондайық.
Для связи с клиентом наберите добавочный номер. Да, жаңбыр жауайын деп отыр. Бая жақсы болды, салқынмен жүреміз, салқынмен жүреміз. Все разговоры записываются. Алмай еді. Может, тұрайық? Абонент не взял трубку. Бля, заколебал. Уақыт кетіреді ше осылай. Сейчас Адиль перезвоню. Ой, или не бросай трубку, подожди. Доставка, заказ бердіңіздер ма? Алып кетесіздер ма? Тұр ана жерде жігіт, үш жігіт. Мынандай ғой, тапсырыстар шлюсорный. Бауырсақтар бар екен. Не бар? Спортмастердің ішінде не бар екен? Бір бауырсақ алып жесе де болады екен ғой. Сейчас келді. Брат, екі адам келмедіңіздер ма мұнда? Екі рейс. Тұрады. Иә. Мынаны тұрады. Ау? Осыны тұрады сату, да? Иә, иә. Іштегі суы ғана. Болды, да? Ана пакет бар. Болған? Қазір алып берейін. Сау болыңыз. Кек. Тапсырысымызды аяқтаймыз, достар. Подтвердить вручение, подтвердить готово. Бағасы 2180 теңге. Базар жоқ па? Базар жоқ дейсің ғой. Так, мұнда 520 коэффициенті жанып тұр. Енді линияға шығамыз. Кеттік. Нормальный бір заказ түсі енді. Достар, 1450 мен коэффициентті түсіп жатыр. Сендерге скриншот қоям осы жерге. Қабылдадым, Жұмабаева бірге мына жақтан разворотқа шығу керек. Ху-ху! Адиль, а тебе упал заказ? Следующий. Жошихана 27 поеду. Жошихана 27 поеду. Левый берегке, достар. Кеттік. 1450 коэффициентпен заказ ұстадық. Сағат 14-19, достар. На месте басамын. Бір жақсы қараңыздаршы. Екінші подъезд, бірінші этаж. Бірінші этаж, 36-й квартира дейді. Адиль, сейчас быстро сбегаю, заберу. Бірінші этажға. Не бросай трубку. Давай. Шики блес, достар. Екінші подъезд бекен. Кажется, екінші подъезд. Керемет, екінші подъезд. 36-й квартира бізге. Екінші подъезд. 35-тен 70-ке дейін квартира бар. 36-й квартира. Кеттік. Шо там? Шо там? Бағасы қанша деп шығады деп ойлайсыздар, а? 1450 коэффициент. Аздау алған жол 2000-нан түсіп жатқан. Доставка? Не открылась? Вы сами? А, открылась. Келдім, бердім. Міне, сағат қанша бізде? Қазір көрсетейін. Сағат 14:48, жарты сағатымыз бар, сонымен 4 сағаттық кезек болады. Сосын жарты сағат демалысымызды қайтадан шығып кетеміз. Тапсырысымызды аяқтаймыз. Бағасы 2860 теңге. Әдемі 1560 коэффициент жанып жатыр. Мәссаған. Не деген керемет. Қазір линияға шығатын боламыз, линиядан шыққан. 1560 коэффициент жанып отыр ма?
интернетіңіз бәріңіз нормально істеп тұр. Линияға шықтық. Линиядан шығып отырайық, достар. Доставкада да, таксида да, любой жерде жұмыс істесең, линиядан шыққан дұрыс деп ойлаймын мен. Негізі ше, заказдан қорғалмайсыздар. Осылай мне Кережанбека. Давай, Яндекс, заказыңды берші бізге, заказ. 15:02, заказ әлі түспеді. Негізі 4 сағат емес, 3,5 сағат менікі болды, 3,5 сағат. Қазір бір жирный заказдағы табауға болушы еді. Но бірақ та Мерей звондады. Қазір видеозвонокқа хабарласатын боламыз. Отдых, енді отдых. Сосын қазір тамақ ішіп аламыз да, қайтадан 4 сағат ары қарай ұрамыз. Ну, в общем, плюс-минус менікі де 8 сағат шығады, оныкі де 8 сағат. Қандай табыс екенімізді көріп жатармыз. Қазір промежуточный итог жасаймыз. Но все равно еще не вечер, сағат 8-ге дейін может обстановка измениться. Қазір менде табыс жоғары, ода аз, кешке жақын наоборот болып кетуі мүмкін. Либо одағы аз табысы жоғары, менікі аздау. Менікі аздау шығар деп ойлаймын мен, өйткені что-то бүгін не очень болып тұрда смена. Ана жол жынды болған смена. Короче, келесі бейнероликтарын кім тіркелмеген болса тіркеліп қойыңыздар. Келесі бейнероликтарда жақсы бір тактиканы көрсететін боламын сіздерге. Табысты 30 мыңнан жоғары қалай табуға болады доставка экономмен. Так, міне болды, мен линиядан шықтым онда. Линиядан шықтым. Ол заказ түскен жоқ. Мерейдің звоногын күтеміз. Все, достар, мен Мерей припарковаться етті, жақсы көлеңкесі бар жерге. Бізде жаңбыр жауып кетті. И мен как раз үй жақтамын да, ақша кетірмей қойыншы деп үй жаққа қарай бара жатырмын. Мерей тоқтады, мен жол жөнекей сөйлесейін Мереймен, өйткені уақыт үнемдеп, үйге кіріп шығып, кішкене ақшамды үнемдеп тамақ ішіп алайын деп отырмын. Мерейге звондап жатырмын. Ол Мерей алып тұрып қысын. Мерей, мен бірақ жол жөнекей жүрем. Мен өйткені уақыт үнемдейін деп, тамақты үйден ішейін деп отырмын. Так, давайте, былай қылайық, ровно 4-ке дейін түскі асымызды ішіп аламыз ғой, Иә, 4-те линияға шығайық. Пока менде мынандай болып тұр. Қазір мен көрсетейін былайынан да, камераға. Короче, 6 заказ 13.258 теңге, біреусі мультикпен келді, 7 вручение бердім ғой қолға. Бәрі безналичный. Пробегім 76 болып тұр. 76. Так, енді мен қара жазып ал. Мен де қазір нетейін. Камераны ауыстырайын. Так, мен 6 заказға 9802 теңге. Бұның екеуі эконом, 6-ау доставка, одиночный, мультиксіз. Шақырымды қазір көрсетем. Шақырым 54 шақырым екен менде, қазір міне көрсетейін. Міне 54 шақырым екен. Көрінді ма? Иә. Енді так, менде екеуі эконом болды. Мен шыдамай көп заказ күтіп отырдым да, эконом. Менікі барлығы тоже безналичный болды. Понял. Так, все, онда. Давайте сағат 4-те тағы связьға шығамыз, тамақ ішіп естественно. И 4-тен ары қарай. Басамыз 4-тен ары қарай тағы линияға шығамыз. Осылай хабарласайық сағат 4-те. Сразу бастап кетейік. Мен де үйге жақындап қалдым. Все, давай, ас болсын. Мен үйге бар жаттым, достар. 76 километр, 13 мың теңге тапты. Базар жоқ, Алматыда бар екен. Біреу мультик қалғандар, одиночный дейді. Так, менде, если на таксидің заказдарын алып тастаса, менде қайсы эконом болды менде? Так, менде мынау енді 639 теңге міне эконом. Оны алып тастауға болады. И біріншісі міне. Сонда, так, 1774 теңге. 1774 теңгені алып тастаймыз. 1774 теңгені. Сол 8000 теңге ғой. 8200 теңге ма, сондай менікі. 5000 теңгеге кем тауып отырмыз Алматыдан. Алматы алдыда пока. Ладно, ас болсын деп жаз қойыңыздар. Әйелімді звондап жатыр маған. Кеттім, мен үйге жақындап қалдым мына жерде. Тамағымды ішіп алайын, сағат 4-те қайтадан линияға шығамыз.
Так. Достар, сағат 16:05, 5 минутқа кешіп қалдым. Мерей на связи. Иә, енді 8-ге дейін жұмыс жасаймыз, енді 4 сағат. Балансты шешіп алдым мен, достар, менде безналичный қосылды. Мерейлік секілді. Бәрі бірдей, мереймен бірдей келе жатырмыз. Андай талаптарым қойып. Иә, қоса берік. Курьерді байқа қой, қосылып кетпесін жаңағыдай. Ана жігіттерде қосылды ма? Қосылмады оларда да. Значит, мүмкін басқа парктарды көрсін. Мен де анау балыққа дайындалып кеттім. Опа, маған уже сразу доставка жақын деді. 50 теңгені аттан. Алматыда заказ қабылдап жүрмін. Мә, базар жоқ Алматыда заказдар. Біз 10-15 минутта күтіп отырмыз заказдарды. Может, этот, наличканы қолда салатын болмаса. Мен, блин, ақшаны шешіп қойдым, елки-палки. 5000 теңге лимит тұрды менде. Ау. Наличканы қолда бер болмаса. Сол күтіп қалып отсаң. Мен ана, бір экономды алып алайын, бір эконом. Общий 3 эконом, соның бағасын алып тастаймыз. Все, болды онда. Кеттік онда. Аха. Все, давай, сәттілік. Берекелі болсын, табылсын. Сағат 8-де хабарласамыз. Так. Біз не істейміз енді? Отыра береміз болсын да. Экономды қос кеп жүрейік. Эконом 200 жанып тұр, міне радар кафе бойынша 200, доставка 630 теңге жанып тұр. Қазір экономмен бір заказ қабылдап аламыз да. Сағат уже 16:07. Ей, экономда түспей қалды ғой бізге. Зарядкасын қосып қойықшы. Так, айфонға да қосып қойықшы зарядкасын. Мә, попутчик дейді. Попутчик. Енді ұшырайық. Ұшырға болады. Нет интернета дейді. Ай, құрғыр попутчиктерін. О, тәп-тәтті улица Түркістан дейді. 400 коэффициентпен, достар. 400 коэффициент. Қабылдадық, кеттік. Енді кіремізде мына эконом деген тарифті өшіріп тастаймыз. Болды. Все. 3 эконом бүгінгі сменаны, достар. Негізі алмастырып, эконом доставка деп ұра берсек, табыс жоғары болады негізі. Келесі бейнероликтерімді солай түсірем. Так что тіркелмеген болсаңыздар, тағы да қайталап өтем. Арнаға тіркеліп қойыңыздар, ондай бейнероликтерді түсіретін боламын. Ей, бля, қазағым ай. Заказ түскен жоқ, доставкамен заказ түспеді, бля. Так, на тапсырысты аяқтаймыз жаңағы. Қыздарды алып келдік балалармен. 1160 теңге такси. Ей, блин.
Доставка түспей жатыр что-то. Доставка түспей жатыр. Күтеміз енді. Достар, Мико деген ресторан. Әне тұр. Әне Мико деген асханадан кейінгісі. Машинамды қойдым. 550 коэффициентпен баратын жеріміз Сығанақ 47-ге барады екенбіз. Ух ты! Кеттік. Қорапымызды алайық. Рестораннан түскен заказымыз. Опа! Смотри, садись. Я комбо номер 2. Баратын жеріміз Сығанақ 47-ге 5-1 километр 15 минут. Кеттік. Бұл заказ 2200 теңге болады. Минималка. Гарантия по городу бізде. Сағат 8-ге дейін. Достар, келдім. Опа, арқама ілдік. Қандай әдемі здание. Пекин Палас. Мен баратын мына здание ғой, мен мына зданияға барам. 14-ші этаж, 14-ші қабатына көтерілеміз. Мына жаққа өрті жауып тастады. Машинаны кішке алыстау қойып, жаяу барамыз енді артта. Машина бар. Опа. О, четырка. Так. Осымен жаяу кетіп барамыз, достар. Сығанақ жауып тастаған, ойдың награждение. Білесіздер ғой, Астанада жүргендер. Астанада болмағандар міне. Осындай міне біздің Астана елордамыз. Машина мына жақта тұр. Ане Абу-Даби Плаза. Hyundai мен сияқты қып-қызыл кетіп барады. Ух ты, Джетур голубенький. Түбінде жүрміз, түбінде. Эварты. Халау кетіп барады. Не қалай істеп жатыр? Ане Қытайлар істеп жатыр осының бәрін. Ане тұр. Арматураны бұрап тұрған жерде. Осы зданияға келдік не. Мынау Москва деген, ЖК Москва. ЖК деймін ғой. Бизнес-центр Москва. Не адамдар тұр. Достар, бердім. 14-ші этаждамын, короче. Джунгли, вау, тау, мау. Осылай не, бердік заказымызды. 500 коэффициентпен. Шықтым далаға, достар, шықтым далаға. Бар жақта тарсылдатып істеп жатыр, Қытайлар. Тарс етіп. Тапсырысымызды аяқтайық. Подтвердить вручение готово. И бағасы 1700 теңге. 500 теңге Яндекс төлеп береді бізге. 2200 қазір. Сағат 8-ге дейін вроде. Қазір қарайық не бонус по городу. Бонусы за один заказ. 3-тен сағат 8-ге дейін 2200 теңге. Керемет па? Керемет. Доставкада бір жүрген жақсы. Жүріп жүресінде денсаулыққа пайдалы. Таксида күні бойы отыра беріп 12 сағатта за рулем. Белдің бәрін ауырады кішкене. Доставкада жүресің рахаттанып. Салқынмен, Астананың таза ауа райымен, желімен дейсің ғой. Линияға шықтық. Келесі тапсырысымызды күтейік. Доставка 560 теңге коэффициент жанып отыр. Радар КФ бойынша. Радар КФ-ны аяқ жағында айта кетем, қай жерден сілтемесі қай жерге қояр. Осының мазмұның астында ғой сілтемесі. Аяқдан көріп шығыңыздар, сілтемеге басып скачать етіп алыңдар. Оны Яндекс Дискқа кіргізем қойдым бірінші. Яндекс Дискқа кіргізіп, сосын Яндекс Дисктан. Мә, по зеленке. Пропустить. 92 балл активность. Ресторан по зеленке беріп отыр. Бас дейма Яндекс. Бізге коэффициентпен керек тапсырыс. 92 балл активность болып қалды. Е-ма, дейсің ғой. Доставка 310 уже жанып отыр.
Жоқ, береді, мың коэффициентпен беретін шығар, көреміз қалай болатынын. Главное, осындай арзандық ресторанның заказдарын тасымасақ болды. Бірақ арзан болғанымен 2200-ге төлеп береді ғой, базар жоқ, әдемі. 550 коэффициентпен достық 18 түсіп отыр. Достық 18 түсіп отыр. Не, бірінші этаж дейді, достық 18. Достық 18 бізде ЖК, жаңағы бизнес-центр Москва деп айттым ғой, сол ғой. Заказ отменен деп, өздері отмена берді. Жақсы болды, сол парковкасы қиын, барғым келген жоқ сол жерге ше. Өздері отмена берген жақсы болды. Келе жатыр, машинаға дейін жеттім уже. Осылай, достар, бірге болыңыздар, аяғына дейін көріңіздер, тіркелмеген болсаңыз тіркеліп қойыңыздар. Міндетті түрде лайктарыңызды басыңыздар. Келіп қайтадан зеленкамен заказ түсіп жатыр. Ресторан достық 10-нан ресторан түсіп жатыр. Фуф, ё-моё, қабылдаған жоқпын. Білмеймін, что-то бір рет использовать етсең, алғың келмейді нәрсені алғың келмей кетеді болды. Қазір активность істейді, менде автоприемка қосылады примерно. Примерно менде автоприемка қосылды. Заказ отменен. Все, они 88 балл активность. Шешіп алды. Уродтар шешіп алды. Қай жаққа апару керек болатын. Қонай 14 қысқа заказ. Ой, мынаншындай пробкамен. Негізі орындай салу керек еді, активность түсірмей ақ. Автоприем заказов қос деп отыр. Настроить автоприем. Готово. Готово. Автоприем қостық. Тарифімізді қарайық. Курьер қосылып кеткен жоқ па екен. Тарифы. Курьер қосылып тұрған жоқ. Вот енді автоприеммен заказ келеді, енді қайтеміз. Уйти с линию. Выйти на линию. Кеттік. Достар, Ocean Basket'тан түсті заказ. Ocean Basket'тан. Автоприемкамен ресторандар тасыған келмейді. По-любому зеленкамен жарайды енді. 2200 гарантийканы алып отырамыз. Енді екі тапсырысты қалай айтса автоприемкамен аламыз, сосын кейін автоприемканы өшіреміз, бірақ пайдасы не автоприемканы өшірген. Заказ пропускать етсең, қайтадан активін жеп, қайтадан автоприемка қосып келеді. Примерно пылесос режимінде 5-6 заказ істейміз ғой қазір. Енді 8-ге үлгірсек сол 5-6 заказдар. Кеттік, 3 сағат қалды, көреміз қандай табыс болды екен. Қайтадан Қошқарбаеваға дейін апардым Ocean Basket'ті. Сорадан шықтым да қайтадан Ocean Basket түсті. Қайтадан енді Қошқарбаева оны емес, на жағындағысы Нажмеденоваға түсіп отыр. Тоже 2200 болады, немен гарантийкамен. Сонымен осындай қысқа заказға 5-ін орындастырсақ, сағат 8-ге дейін табысымыз жақсы болады сол кезде. Мерейде қалай болып отыр екен? О, заказ. Плюс 600 коэффициент. 1,7 подача. Огонек, проспект Мағжан Жұмабаева. Безнал корпоративный заказ. Каратыш будет, да? Каратыш болатын шығар, иә. Достар, заказ түсті. Отырып күттік, айтты, заказ келді. Мусорға төгеміз. Адil, на связи побудь. Достар, доставка тарифімен Баханди түсті ғой, Баханди ресторан. Хан Шатырдан түсті ғой, Хан Шатырдан. Вид какой красивый, да, ребятушки? Кеттік. На месте баспадым, қазір на месте басайын. Так, апаратын жеріміз Е600, қазір айтам. Е619, второй подъезд. Вот так вот ресторан қадап тастады, короче. Бар заказдар практически рестораннан болды. Шел, смена не очень. Яндекс.Прессе бой, күнде по-разному, достар. 8-ден 26 кетіп, мына жақта ойбай, стройка, дыр-бір деп жатыр. Тапсырысымызды аяқтадық, достар. Бағасы қанша шықты деп ойлайсыздар? Бағасы
1650 теңге, онша емес бүгін болды бағалар, бірақ минималка 2200-ге төлеп береді достар. Енді қазір мереге хабарласатын боламыз, және де барлық сұрақтарымызға жауап береміз. Курьерді қалай өшіруге болады, жалпы қанша шақырым жүрдік, қанша расход, қанша таптық, салыстырамыз. Алматының табысы қандай, Астананың табысы қандай. Мереге хабарласып жатырмын. Алды. Мә, сендер де қап-қараңғы ма не? Бізде жап-жарық, жазық қой бізде Астанада. Алматы тау, мау, джунгли, вау. Ау. Часовой пояс влиять етеді ғой еще. Мен ана өзім камерама жазатын болдым тағы да. Мен де солай істеп жатырмын. Короче, андай енді бүгін бірінші рет мынандай эксперимент болып отқаннан кейін кей жерлерде техникалық ахуалдар болып қалса ренжімеңіздер. Келесі жол бәрін жөндеп не қылатын боламыз. Келесі жол болғанда давайте сіздер подписчиктердің арқасында ғой бәрі болатын нәрсе бәрі. Лайкты аямай, комментарий жазып, сұрақтарыңызды қойып тастаңыздар. Қорытындылайық, сосын комментарийда, достар, комментарийда жазып кетіңіздер. Мерейге де, маған да қандай тарифта байге жүргізейік, таксида, енді мерейдің жағдайына байланысты пока машинасы жөнделмегенше. Но курьер, тек қана курьер, мүмкін пеший курьер болып, вело курьер болып. Айтып пікірлеріңізді қалдырып кетіңіздер, қандай пікірлер көп жинайды, сондай бейнеролик түсіреміз. Сосын не бар еще? И индрайвты да көруге болады қазір. Индрайвта рейтингті уайымдамайсың ғой жазы смело. Мен индрайверда 2 аккаунтта істеймін. Онда бейнероликті жазам деп жүрдім де инстаграмға салғам стористармен сменамды. Короче, біреу курьерка, біреу такси. Курьеркамен дальняк заказ алып алам, бір қаланың шетінен екінші шетіне. И таксимен жол жөнекей 2-3 заказ апарып тастаймын. Сонда бір туда обратно үй жақтан правый берегке қарай бір 3-4 рейс жасаймын, сонымен 15-20 мың теңгемен қайтып кетуге болады 4-5 сағатта. Менде де 2 аккаунт бар индрайвта, если что индрайвпен. Видеоны ұзартпай қояқ, онсыз да ұзақ болатын сияқты, я? Иә, видео ұзақ болып жатыр. Так. Мен бірінші айтып жүрейін ба? Иә, айтып жүр. Так, мына бүгінгі пробег 179-ға жақындап қалды, шақырым. Сонымен бүгін жасаған тапсырыстар 11, біреусі мультик болып келді, 12 ғой, в общем, вручение 22.400 и плюс 1000 теңге жаңағы целге береді маған. 1300 теңге емес па? Жоқ, бізде 1000 теңге почему-то. Тема сумкасы барларға. Бізде 8 врученияға 1300 теңге, 8 врученияға, ал 13 врученияға 2300, 17 вручения 3500, сөйтіп 6000-ға барады ғой 25. Енді сенде қандай болды? Менде көрсетейін, көрінетін шығар қазір камерамды ауыстырайын. Менде кәдімгідей жап-жарық екен. Ой, не то басып жердім. Так, міне камерам ауысты. Қазір көрсетейін. Менде міне 13 тапсырыс 21492 теңге. И то онша емес болды бүгін. 1300 теңге бонусымды алам. Эконом бар, еще? Ішінде 3 эконом бар. Примерно 2,5 теңгеге. Сонда менікі чисто доставкамен аздау болып тұр. Бірақ бүгін менің сменам онша емес. Негізі Яндекста қалай? Біресе бар, біресе жоқ қой. Бір күні жақсы береді, екінші күні онша емес. Мен мысалы алды күні 12 сағатта 41 мың теңге істегем доставкада. 20 тапсырысқа. Негізі ондай табыс табуға болады. Жүрген шақырымым 111 шақырым, 111 километр міне. Сіздерге де көрсетейін. Километрлі дұрыс болып тұр ғой онда. Менде 180 болып тұр ғой почти. Километрмен 130 қой, короче. Километрмен. Менде расход 12 литр, сонда примерно
үш мың теңге ғой бензин расход. Менде де мынаған енді уже 20 литр жеп қойған соң менікі 1,4 болғанмен бүгін өңкей подиум бір жерлерге кетіп қалдық. Короче, жердің бір жерлеріне барып қайттым. Европолис деген не бар, сол жаққа 2 рет барып қайттым, по-моему, бүгін. Сонымен бензин расход. Мен еще кішкентай болып крокодил мына жейді кәдімгідей. Сонымен расход обед 1650 теңге болды. 2 баклажка су жинап кетті. 500 теңгеге алған литровый су. И бензинге сонда 4000 алып тастасақ, маған қалып отқан сонда бүгін 6000 алып тастасақ, 16 мың қалып тұр. 16 мың 8 сағатқа. Ну, примерно менде всегда осындай болады, сағатына 2000 теңге таза қалады. Иә, так. Мысалы, таксимен салыстыра кетсек те, таксиде сағатына 2-2,5 мың среднем. Сонда 20 мың теңге табады ғой. 2,5-ға көбейтсек 20 мың теңге, тура 20 мың теңге бензині бар. И таксиде мысалы 200 шақырым болып кетеді ғой. 200-250 шақырым, 300 шақырымға дейін барады, 12 сағат жұмыс істесең. Мысалы такси көп сұрақтар қойып жатыр Мерей, мысалы көп комментарийлар инстаграмда жан жақта осы такси мен доставканы салыстырып жатыр да, қандай баға. Негізі бірдей, бүкіл расходтарды есептесек бірдей. Доставкада бір жақсы андай амортизация машины дейді, в долгу бір жылдық жұмысты салыстыратын болсақ, так водитель таксимен енді амортизация машинаға аз кетеді, өйткені километражы 2 есе аз болады километраж таксиде, мен байқағаным. И мысалы мен бүгін мотовреме засекать еттім, біз 8 сағат жұмыс істедік қой. Менде мотовреме 5 сағат 37 секунд, 37 минут машина мот алып тұрды. Сонда, ал егерде таксида 8 сағат жұмыс істейтін болсам, 8 сағат машина мот алып тұршы еді. Подписчиктер, біз Дәбежанмен анда-санда тиктокта эфирға шығып отырмыз. Сояққа кіріп, әңгімені жіберсек болады па еді, сол үшін жазып қойыңыздар. Иә. Хронометраж осып кетеді. Тағы доставканың бір айырмашылығы мен қазір көрсетіп жіберейін. Мынандай плюсы бар ғой бұның. Енді кішкене қимылдайсың, пробег, менің пробегім бүгінгі. 4000 шақ қой почти. Жаңағы, не? Жүргенін. Отыра берген болмайды ғой, күніне рекомендация негізі 3 километр жүргір екен адамға вообще. Сосын бұл жерде кішкене қимылдайсың, мен азып кішкене адамға қолым спорт болып қалды. Иә. Денсаулыққа пайдалы. Болды онда, Даги. Давайте, Все. келесі видеоларда жолыққанша. Примерно ничья болды бізде бүгін, бірдей табыс, ничья. Менде километр көбейтпетті негізі. Табыс чистый, прибыль примерно одинаковый. Мен еще тамақты үйден іштім. Тегін. Үйден ішпесе, сосын кешкісін тағы ішамай қалады ғой. Все, жарайды, рахмет, давай на связи. Хабарласамыз. Ұмытып кеттім ғой, курьерді қалай өшіреміз, достар. Курьерді өшіргенде, достар, міне сіздерге айтайын, екі тип таксопарктардың екі типі болады. Пассажирский, то есть логистика дейміз, и логистика и пассажирка, где тарифы пассажирских перевозок есть, яғни эконом, комфорт, К+, бизнес деген сияқты. Сонда мынау менде көрдіңіздер ма, такси колеса деген парк. Бұнда тарифтарда, міне тарифтарға кірсек, жаңағыдай өздеріңіз басында көргендей, эконом, межгород, курьер. Бұрында мұнда курьер қосып өшіре алмайды осындар, недегі сияқты, логистикадағы сияқты. Мысалға, паркты ауыстырайын мен. Парк колеса доставка деп тұр. Колеса доставкаға кірсек, колеса доставка выбрать этот парк. Ол логистика, ода пассажирка жоқ. Яғни андай эконом, комфорт деген сияқты міне кіріп отырмын. Мына тарифтарына кірсек, міне тарифы көп болды мына паркпен жұмыс істемегенім. Да, мен апрель кезінде істеппін. Соңғы апрель кезінде істеппін. Так, мұнда міне курьер. Мен курьерді бассақ, невозможно дейді. Көрдіңіз бе? Сондықтан да, достар,
пассажирский паркқа тіркелеміз. Мысалы міне контактылар бар, осы WhatsApp-қа жазсаңыздар, мені такси колеса паркына пассажиркаға тіркеңіз десеңіздер, тіркеп береді. Осында опции для тарифов дегендерге кіресіздер де, термокоров бәрін қойып, фотоконтрольдерін бәрін өтіп, линияға шыға аласыздар. Тек қана тариф доставкамен де шыға аласыздар. Экономды өшіп тастайсыздар да, тек қана доставка тұрып, доставкамен жүре бересіздер. Курьер қосылмайды, достар, курьер қосылмайды. Бонустар бәрі как положено көрсетеді мне по городу. Мынау таксинікін пока көрсетіп тұр. Кішкене обновление болған соң, мне уже нені көрсетіп, сразу ауысып кетті мне. 2200 теңге сағат 8-ге дейін по городу. 8-ден бастап 1600 теңге по городу минималка, сағат 10-нан 12-ге дейін 1300 теңге по городу. Осындай мне. Тағы не айта кетейін. Осы. И басқа да цельдер мне нелері бар. Мынандай көрсетеді мне 25 врученияға 6000 теңге как курьер барда. Как положено мне. Доставка бәрі. Осылай мен курьерді өшіріп, доставканы пассажирский паркта жұмыс істеуге болады. Осы номерға документтерін жіберіңіздер, такси колеса паркына. Екеуіне тіркеліп қойыңыздар, екеуі де керек болғат, колеса доставка. И кім уже колеса доставкада істеп жүр, такси колесаға тіркеліңіздер. Бәрі идентично болады, рейтинг, статустарын бәрі бірдей болады. Так что вот, и кім вообще колесада тіркелмеген болса, айтып қойыңыздар, таксиға да тіркеліңіз, доставкаға да тіркеліңіз деп. Екеуіне тіркеліп қойсыздар да, сізде осындай екі парк болады. Не туда кіріп кеттім. Мне осындай екі парк болады. Такси колеса, такси колеса және колеса доставка деген екі парк болады. Мынау пассажирка, а мынау логистика. Победила дружба дейді ғой орысша. Достық жеңді, достар. Достық жеңді. Мұнда біз эксперимент ретінде көрдік. Табысты ұлғайтуға болушы еді мағанда. Көрдіңіздер, бүгін көп ресторандар түсті. Анжо жақсы коэффициенттермен заказдар түсті. Енді келесі бейнеролигім болады. Кім тіркелмеген болса, обязательно тіркеліп қойыңыздар. Экономмен қалай алмастыруға, грамотно алмастыруға жаңа тактикамды көрсетемін. От күшті жаңа тактика табысты қалай ұлғайтуға болатын. Ол келесі бейнероликті түсірем. Сондықтан да тіркеліңіздер, достар, тіркеліңіздер. Мереге көп-көп рахмет. Алматылықтарға жалынды сәлем. Астаналықтар мені көріп жүрсеңіздер, пипілдетіп сәлемдесіп жүріңіздер. Күніге бір адамды кездестірем, подписчиктардың бәріне сәлем, рахмет, көп поддержка беріп атқандарыңызға. Мұнда әдемі бейнероликтер болады. Өтіп қарасаңыздар, кішкене каналға актив болады. Және тиктоктағы эфирларымыз, тикток парақшаларымыздың сілтемесі осы бейнероликтің мазмұнында болады. Кеп өтсеңіздер, тіркелсеңіздер болады. Тикток арнама кім тіркелмеген болса. Рахмет барлықтарыңызға. Келесі видеоларда кездескенше.